Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Алматы қаласы Түрксіб ауданы номер 32 жалпы білім беретін мектептің математика пәні мұғалімі Манақгүл Дана Әбдішімқызы боламын. Бүгін біз сіздермен 5-ші сыныптың 5-3В ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану бөліміндегі ондық бөлшектерді қосу тақырыбын өтетін боламын. Сабақтың мақсаты ондық бөлшектерді қосу, бағалау критерийі ондық бөлшектерді қосады. Ондық бөлшектерді қосу. Бірінші мысалға назар аударайық. 3,46 және 5,271 ондық бөлшектерінің қосындысының мәнін табайық. Шешуі. 3,46 қосылған 5,271 тең болады. 3,460 қосылған 5,271 тең 3460 қосылған 5271. Яғни бөлшектердің бөлімі бірде болғандықтан біз қосалады екенбіз. Тең 8731. Тең болады 8,731. Екінші мысалға назар аударайық. 16,424 және 2,138 ондық бөлшектерінің қосындысының мәнін табайық. Шешуі. 16,424 қосылған 2,138 тең 16,424 қосылған 2,380 тең болады. 16,424 қосылған 2380 тең 18,804 тең болады 18,804-ке. Мысалдардан ондық бөлшектерді қосу натурал сандардағы қосудағы мен орындалатыны белгілі. 3,460, яғни біз екі санды баған түрінде қосайық. 3,460 қосылған 5,271 тең болады бізде 8,731. Енді екінші сан 16,424 қосылған 2,380 тең болады 18,804. Яғни, ондық бөлшектерді қосу үшін алдымен бөлшектердегі үтірден кейінгі цифрлар саны теңестіріледі. Сонан соң баған түрінде жазылып, аттас разрядтар бойынша қосу орындалады. Шыққан нәтижедегі үтір берілген бөлшектердегі үтірлердің астына келтіріліп қойылады. Құрметті оқушылар, егер сабақ түсінікті болса, бірінші тапсырманы өзіміз өз бетімізше орындап көрейік. Бірінші тапсырма. Қосылғыштарды баған түрінде жазып, қосындының мәнін табыңдар. Яғни бізде екі тапсырма берілген, сол тапсырманың жауаптарын төменнен таңдап алыңыздар. Ондық бөлшектерді қосу ең кіші разрядтың бірліктерін қосудан бастап разрядтар бойынша орындалады да, үтірдің астына үтір қойылады. Ондық бөлшектерді қосуда қосудың қасиеттері сақталады. Мысалы, 14,125 қосылған 7,341 тең 7,341 қосылған 14,125 тең болады 21,591. Яғни бұл жерде қосудың ауыстырымдық қасиеті қолданып тұр. Бізде ауыстырымдық қасиетінде орындары ауысқанмен мәндері өзгермейді екен. Екінші, жақша ішінде 15,224 қосылған 8,1, жақша сыртында қосылған 1,9 тең болады 15,224 қосылған жақша ішінде 8,1 қосылған 1,9 тең 25,224 болады екен. Яғни бұл жерде қосудың терімділік қасиеттері пайдаланып тұр екен. Яғни есебіміз оңай болу үшін 8,1-ге 1,9-ды қосқан кезде 10 шығады, 10-ға 15,224-ті қосқанда 25,224 шығады екен. Ескерту. Ондық бөлшектерді қосуды меңгергенде жетіспейтін нөлдерді жазбай-ақ ойша қосуға болады.
Назар аударғандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.